Бәріне сәлем, біз бүгін сіздерге айтқандағыдай көйлек тігу марафонын бастаймыз. Ол көйлек тігуде мен өзімнің стилімде, фасонда тігетін болам. Сіздер размеріңізді өзгертіп, тура сол фасонда тігулеріңіз келіп болады. Оған қажетті заттар метр, одан кейін қайшы, сөткіш, одан кейін жіптер, әрине үтік и машина. Ең бірінші біз адамды өлшеуден бастаймыз. Біз адамды өлшейтін кезде ол кісі сол жағына өлшейміз, және де ол кісі іш киімде тұру керек. Мен қазір сіздерге манекеннен ғана көрсетемін. Ең бірінші біз өлшемде белін байлап алу керек. Қазір біз кеудесінен төменге қарай белін нақты өлшеу үшін кеттік. Бірінші бізде кеуде айналымы. Менде кеуде айналымы 81. Одан кейін бел айналымы. Бел айналымы менде 65 шықты. Одан кейін бөксесі. Бөксені алып менде 81 шықты. Одан кейін иығын өлшейміз. Иығы менде 12 шықты. Мойнынан біткенен. Одан кейін біз иығыны жоғары кеудесінен белге дейін. Белі байланып тұру керек. Белді точно қарайсыздар. 40 сантиметр шықты менде. Одан кейін кеудесінің үстіңгі өлшемі, мына қолтығының астына дейін, қолының астына дейін 38. Одан кейін центр груди 16. Және де астыңғы бөлігін өлшейміз. Менде көйлектің фасонында астыңғы өлшем қажет. Одан кейін бізде қол айналымы, менде ода жеңі жоқ. Жеңі ұзын емес, және қол айналымы бойынша өлшейсіздер. Одан кейін мұны үстіден белге дейін өлшем аламыз. Одан кейін соңғы өлшем. Бізде сол жағынан уже көйлектің фасоны қай длинаға дейін келеді, длинасын біліп аламыз. Например, мен 104 деп алдым. Солай бізде келесі уже және де келесінде біз фасон өлшегеннен кейін біз мойнын, менде мойын қандай болады фасоны. Қазір сіздерге көрсетемін. Ол фасонды әркім әрқалай, мен қазір осылай тік төртбұрышты келіп, ирегінен ойып дизайн солай жасаймын. Оны мен тігу барысында қалай екенін сіздерге айтамын. Осы өлшемдерден кейін біз тігуді бастаймыз. Біз пішіп аламыз. Пішіп алғаннан кейін мен тігісінен 1 сантиметр лекалаға қалдырдым. Соңғы пішуім. Пішіп алдым. Енді бұл лекаланы жинап қоям. Басқа фасонды да түсе басымыз болады. Оң бетімен оң бетін беттестіріп аламыз. Оң бетімен оң беттерін беттестіріп алғаннан кейін ең бірінші булавкалап аламыз. Материал менде джинсовый, сіздерге айтқанда джинсовый көйлек болады. Уже мен қазір тігуді бастаймын. Тігуді мен 1 сантиметрге тігем, және де бұған мен аберлок қолданбаймын. Сізде егер аберлок болса, аберлок қолдансаңыз да болады. Мен бұған московский шовпен тігетін боламын. Шетін қайырған кезде. Иықтарында барлығын булавкалап аламыз. Сізде егер джинсовый материал болмаса, басқа да материалны тігуге болады. Ол өзіңіздің, егер басқа материалны тіксеңіз, онда сіздің көйлегіңіз фасоны бірде, бірақ көйлегіңіз басқаша болып көрінеді. Енді мен тігуді бастаймын. Тігісті сол жаңа айтқанда 1 сантиметрге, ал сіздерге сәттілік. Матаны қатты тартпай, бір-біріне беттестіріп тігеміз. Мен 1 сантиметр, 1-2 тігіп жатырмын, себебі мен аберлок қолданбаймын. Қазір московский шов жасаймыз.
айырып жібереміз де 1-2 миллиметрге тігеміз. Бұл өте аккуратно шығады берлоктан қарағанда, өйткені қазір мен джинсовкаға берлокқа тіксем, ол осылай шашақтанып шығып кетеді. Өте оңай. Оң бетіне аударып аламыз. Оң бетіне аударып алғаннан кейін мен қазір ғана осындай шашақты қазір сізге көрсетсем. Бұл джинсовый болғандықтан осындай шашақ түрде болады. Етегі ерекше әдемі стильде көрінеді. Богатый болып, одан кейін біз қазір иығына да тоже сондай болады. Мен иығын қайырып ешқана тіккен жоқпын. Тек қана бұл өте оңай көйлек болғандықтан екі шетін иығын ғана қосып жаңағыда тіктім. И мен осы алдыңғы күйімен, мына алдыңғы күйін ешқандай берлоксыз ештеңе істемеймін. Өйткені қазір 2020-да осындай көйлектер трендке айналады. Келесі мен сіздерге қазір көрсетсем, қалай бұл шашақты жасау керектігін. Кеттік. Сөткішті алып, мына жердегі тігісін біз осылай ақ тігістерін тартып аламыз. Міне, осылай сөтіп тастаймыз. И соның арқасында бізде осындай шашақтар пайда болады. Өздеріңіз біледі, тіпті бұны жасамасаңыздар да болады. Мен сіздерге мүмкін ұнайтын шығар деген оймен жасап отырмын. Оған біраз уақыт кетеді. Неке. Осылай жіптерін алып тастап, тартып. Осылай тартып алып тастаймыз мұны. Осылай біртіндеп. Көріп отырсаңыздар, бұл бір талдап алатын болдықтан. Джинсыйды біз тігістерін үтіктеп аламыз. Джинсы қатты болғандықтан мен сыртынан үтіктеймін. Негізінде барлық киімді ішінен үтіктеуіміз қажет. Өздеріңіз көргендеріңізде көйлек әдемі шықты, сіздерге сәттілік, өте оңай.